Сәлем, достар. Бүгін сіздерге Италияда 2025 жылы шыққан ерекше драма триллер «Умри от Неу» фильміне толық шолу жасаймын. Бұл фильмнің ерекшелігі пандемия кезіндегі оқшаулану, жалғыздық, ерлі-зайыптылар арасындағы алшақтық пен адамдық құмарлық тақырыптарын қозғауы. Біреулер үшін бұл кино өте баяу көрінуі мүмкін, бірақ оның астарында терең психологиялық ой жатыр. Бүгін біз оқиғаның мәнін, кейіпкерлерді, актерлердің ойынын, режиссердің тәсілдерін және фильмнің берген ойларын талдап көреміз. Оқиға Римде өрбиді. Басты кейіпкер Лука, философия профессоры. Карантин басталған кезде ол үйінде жалғыз қалады. Ал әйелі Сара дәрігер болып ауруханада тәулік бойы жұмыс істейді. Лука бос уақытын кітап оқуға, ойлануға арнайды. Бірақ күндер өткен сайын жалғыздық оған ауыр тиеді. Ол көршісіне назар аудара бастайды. Бұл қызығушылық біртіндеп құмарлыққа, одержимостікке айналады. Уақыт өте келе, ол өз шекарасынан шығып, басқа адамның өміріне араласа бастайды. Бұл жерде фильм жалғыздық пен адам психологиясының қаншалықты күрделі екенін ашып көрсетеді. Лука Риккардо Скамарчо. Ол білімді, мәдениетті адам. Бірақ жалғыз қалғанда оның әлсіз жақтары ашыла бастайды. Фильм бізге интеллектуал адамда сезімге берілмеуі мүмкін емес дегенді көрсетеді. Лука ішкі қайшылыққа толы кейіпкер. Ол сүйетін әйелін бағалағысы келеді, бірақ сонымен бірге жаңа құмарлыққа қарсы тұра алмайды. Сара Мариела Гаррига. Ол адал дәрігер, өз ісіне берілген. Жұмысына толық беріліп кеткендіктен күйеуінің ішкі күйзелісін байқамайды. Сара қазіргі заманның символы, қоғамға пайдалы, бірақ жеке өмірінде қиындық көретін әйел. Ол адал дәрігер, өз ісіне берілген. Жұмысына толық беріліп кеткендіктен күйеуінің ішкі күйзелісін байқамайды. Сара қазіргі заманның символы, қоғамға пайдалы, бірақ жеке өмірінде қиындық көретін әйел. Аманда Мария Киара Джанетта. Лука назарын аударған көрші. Ол фильмдегі басты шиеленістің бастауы. Оның бейнесі соблазн, тыйым салынған нәрсенің символы. Фильмнің ең үлкен күші атмосферасында. Ұзақ кадрлар, бос бөлмелер, баяу әуендер көрерменді кейіпкердің жалғыздығын сезіндіреді. Жарықтың қолданылуы ерекше, қараңғы, суық түстер оқшаулануды, ішкі бос кеңістікті жеткізеді. Карантиннің символикасы бар, сыртқы шектеулер адамның ішкі әлемін ашады. Режиссер көрерменді шулы диалогтармен емес, үнсіздік арқылы ойлануға итермелейді. Адам жалғыз қалғанда ойы да, сезімі де өзгеріп, жаңа қырлары ашылады. Бір қарапайым қызығушылықтың қауіпті әуестікке айналуы. Ерлі-зайыптылар арасындағы сезімнің салқындауы. Риккардо Скамарчо Луканың ішкі қайшылығын өте нанымды жеткізеді. Мариела Гаррига Сара рөлінде қатты, бірақ іштей нәзік. Мария Киара Джанетта Аманда рөлінде тартымдылық пен белгісіздіктің символы. Бұл фильм бәріне бірдей ұнай қоймайды. Егер сіз динамикалы, экшнге толы туынды іздесеңіз, бұл кино сізге арналмаған. Бірақ психологиялық драма, адам жанын зерттейтін картиналарды жақсы көретіндер үшін өте қызықты. Фильмді қараған соң өзіңізге сұрақ қоясыз, мен жалғыз қалсам, не істер едім? Умри от Неу, баяу, бірақ ойландыратын фильм. Ол жалғыздық, сезім және адамдық әлсіздік жайлы. Қараған адамға өмірі туралы ой салады. Достар, сіздер бұл фильмді көрдіңіздер ме? Қалай ойлайсыздар, Лука дұрыс істеді ме, әлде қателесті ме? Жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар.
Сәлем, достар. Бүгін біз сіздермен драмалық әрі ойландыратын фильм «Молода и прекрасна» жайлы әңгімелесеміз. Бұл туындыда отбасы, құпиялар және адамның өз өмірлік жолын іздеуі сияқты терең тақырыптар көтеріледі. Фильмнің басты кейіпкері Изабель есімді жасөспірім қыз. Жазғы демалыстан кейін ол жаңа оқу жылына оралады, бірақ оның өмірінде күтпеген шешімдер мен әрекеттер орын алады. Оқиғалар барысында біз оның екі түрлі әлемде өмір сүргенін көреміз. Біріншісі – отбасы мен достарға таныс бейнесі, екіншісі – құпияға толы ішкі әлемі. Туынды көрерменді адам бойындағы қарама-қайшылықтарды түсінуге жетелейді. Фильмнің атмосферасы, операторлық жұмысы және музыкасы бәрі бірге көрерменді толғанысты күйге енгізеді. «Молода и прекрасна» жай ғана драма емес, бұл жас адамның қателіктері, таңдауы және сол таңдаудың салдары жайлы терең ойға жетелейтін шығарма. Фильмнен кейін әркім өз өміріндегі шекаралар мен құндылықтар туралы ойланады. Егер сізді психологиялық драма жанры қызықтырса және күрделі тақырыптарды зерттеуге дайын болсаңыз, бұл фильмді назардан тыс қалдырмаңыз. Достар, егер бұл шолу сізге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі бейнеде кездескенше.